Сәлем, құрметті көрермен. Мінекей бүгін менің саяжайыма мынандай әдемі саяжайшыға ең керекті зат келіп жатыр. Осындай бір КамАЗ қи енді керемет. Сапасы деген енді бұның айтып жеткізе алмайтын сапа. Ұсақ өз сондай таптайын болып тұр себуге. Бұл бір КамАЗ қидың Жезқазғандағы бағасы 35.000 теңге екен. Қазір мінекей осылай сыртын қоршатып жатырмын. Ұшып кетпесін басқа жаққа деп. Ал енді бұны мен неге қолданамын? Қиды бүкіл ағаштарға түптеріне сеуіп шығамын. Содан кейін не қыламын? Жүзімдер бар ғой. Жүзімдер менде олар өте көп. Соған түптеріне себемін. Содан кейін көкөніс отырғызатын жерге алдымен аударып, тармалап алғаннан кейін осы қиды бетіне сеуіп шығамын. Сосын барып, оны қарықтаймын. Қарықтаймын, әлде атыздаймын. Кісілерде қалай айтылады? Мен қарықтаймын деп айтамын. Мінекей, иә. Менің құрметті көрермендеріме арнап видео түсіріп жатырмын ғой. Бұл қи деген мына жақта мені күлдіртіп жатыр. Бұл қи деген жалпы егіншілерге өте таптырмас табиғи тыңайтқыш. Менде тағы көкөніс ағаштардан, жемістерден басқа құлпынай, таңқурай, қарақат, ақ қарақат, сары қарақат, қызыл қарақат, солар неше түрлері бар. Мына шиповник дейді. Мінекей соларға бұл деген өте керемет. Астарына, түптеріне бір шелектеп тастасаңыз өте жақсы өнім аласыздар. Достар, мінекей бұл қи себу процесінде сіздерге кейінірек түсіріп көрсетемін. Ал келесі кездескенше сау болыңыздар. Арнама жазылып қойыңыздар. Айнұрдың саяжайы лүпіл басып қолдап отырыңыздар. Ал мен сіздерге пайдалы ақпараттарын бөлісуден шаршамаймын.